балалар, біз логикалық есептерді ары қарай жалғастырамыз. Соның бірі аңдар және құстарға байланысты. Есептің берілген оқиды. Орманда жүрген аңдар мен құстардың жалпы саны 150. Аяқтар саны 400 болса, ормандағы аңдар саны мен құстар саны қанша дейді? Біз 150-ді екіге не үшін көбейтеміз? Құстарда себебізде 2 аяқ болады. Демек 150-ді екіге көбейтсек 300 аяқ болады. Енді бізде аяқтар саны жалпы 400 болған еді. Сол 400-ден 300-ді азайтатын болсақ 100 қалады. Енді құстарда бізде 2 аяқ, ал аңдарда 4 аяқ. Демек 4 аяқ пен 2 аяқтан азайтатын болсақ, 2 аяқты бұл не? Құстар алады екен. Демек, бағана қалған 100-ді 2-ге бөлетін болсақ, ол 50 аң болады. Себебі ол 2 аяқты қалғаны 2 аяқ болған соң 2-ге бөлдік та, 100-ді 2-ге бөлсек 50 аң болады. Ал 150-ден бағана құстардан 50-ді аңды азайтатын болсақ 100 болады. Демек 50 аң және 100 құс болады екен. Демек орманда жүрген жалпы 50 аң және 100 құс. Ал бізде берілгені орманда жүрген аңдар мен құстардың жалпы саны 150 еді. Демек 100 құс пен 50 аң болса 150 аң мен құс болады екен. Бұл жерде біз аяқтарына байланысты есептерді шығару жолдарын үйрендік.